Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі 1-ші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз менің анам, моя мама. Мұғалім Мұхаммадиева Меруерт Багдәулетовна. Сабақтың мақсаты. Балалар, жаңа сөздермен таныс болайық. Ребята, познакомимся с новыми словами. Күшті, күшті, сильный. Ақылды, ақылды, умный. Первое задание тыңда, қайтала. Слушай и повтори. Менің әкем ақылды. Мой папа умный. Менің анам әдемі. Моя мама красивая. Менің інім күшті. Күшті. Мой младший брат сильный. Ребята, вместе повторяем. Ақылды, әкем ақылды. Анам әдемі. Інім күшті. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. 41-ші бет, 3-ші тапсырма. Толықтырып айт. Дополните предложение. Менің әкем күшті. Мой папа сильный. Менің анам әдемі. Моя мама красивая. Менің атам ақылды. Мой дедушка умный. Менің әжем ақылды. Моя бабушка умная. Менің ағам күшті. Мой старший брат сильный. Менің әпкем әдемі. Моя старшая сестра красивая. Менің інім қандай екен? Менің інім ақылды. Мой младший брат умный. Менің қарындасым, сіңілім әдемі. Моя младшая сестра красивая. Қарындас, сіңілі. Жақсы, балалар. Тыңда, қайтала, ол үлгі бойынша сөйлес. 4-е задание. Слушай, повтори, говори по образцу. Бұл кім? Это кто? Бұл менің анам. Это моя мама. Оның аты кім? Как ее зовут? Оның аты Алтынай. Ее зовут Алтынай. Ол қандай? Она какая? Ол әдемі. Она красивая. Менің анам әдемі. Моя мама красивая. Менің анам ақылды. Моя мама умная. Ақылды, әдемі. Жарайсыңдар, балалар. Жазу дәптеріндегі 1-ші, 3-ші тапсырмаларды мұқият орындаймыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар. Келесі кездескенше.